Алматы облысында ақ халаттылар аурухананың жекенің қолына өтуіне наразы. Себебі жалақылары қысқарып, ал жұмыс керісінше көбейді дейді. Бұдан бөлек жаппай қысқарту басталыпты. Жан айқайларына жергілікті билік құлақ аспағандықтан бүгін дәрігерлер жұмысқа бармай наразылыққа шықты. Есть конкретные претензии к доверительному управлению. Они нас за людей не считают. Мы для них третий сорт. Бұл Талғар ауданындағы Панфилов ауылдық округінің дәрігерлері жекенің қолына өткеннен бастап жұмыстары алға баспағанын айтады. Айлықтары кешігіп, тіпті өздерінің қанша қаражат алатындарын да есептеуден қалған. Жаяулап, жалпылап, қар, жаңбырға қарамай барамыз. Соған жедел жәрдем деген мүлдем жоқ бізге. Скрининг өткізетін кезде мүлдем қиналамыз біз. Мысалы, диспансерный учетта тұратын адамдарға дәрі-дәрмекті мүлдем алып бере алмаймын мен. Флюорография машина деген жоқ. Тұрғындарды аудандық аурухананың дәрігерлеріне жазу үшін кемі 10-15 күн бұрын қимылдау қажет дейді. Ал шұғыл түскендеріне кестеден орын таппай қиналатындықтарын жеткізді. Бұдан бөлек медициналық порталды кезек-кезек пайдалануға мәжбүр. Біз МРТ-ға жібере алмаймыз, КТ жібере алмаймыз. То рентген сынып қалады, то бірдеңке болып қалады. Біздің өзімізде флюора болатын еще. Ол флюораға да Талғарға жіберуіміз керек. Сондықтан да бізде халықтар тіркелгісі келмейді бізге. Бұл ақ халаттылардың дәл осылай жиналып өз талаптарын айтқан алғашқы жиналысы емес. Десе де мәселенің шешілетін түрі жоқ деп отыр. Потому что у нас во многих... Бізде көптеген ауылдарда және амбулаторияларда дәрігерлер жетіспейді. Сол себепті сенімгерлік компания жаңа 10 автокөлік сатып алды. Олар жылдың аяғына дейін беріледі. Біз сіздердің логистикалық жолдарыңызды жеңілдетуге тырысып жатырмыз. Басшылық заң аясында жүргізіліп жатқандығын алға тартты. Ал сыйақы тек үнемделген қаражат есебінен ғана берілетіндігін атап өтті. Алайда дәрігерлер аурухана қайтадан мемлекет меншігіне өтсе дейді. Сол үшін президент пен прокуратураға шағымданбақшы. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.